Ұлықпан хакімнің перзентіне айтқан 100 насихаты. Бірінші насихат. Ей ұлым, әуелі ұлы құдіретті жаратушыны таны. Екінші насихат. Біреуге насихат айтсаң, алдымен өзің оны атқара біл. Үшінші насихат. Сөзді жағдайға қарап сөйле. Төртінші насихат. Адамдардың қадірін біл. Бесінші насихат. Басқалардың пікірін тыңдай біл. Алтыншы насихат. Сырыңды құпия ұстай біл. Жетінші насихат. Досыңды қиын күндерде сына. Сегізінші насихат. Қара ниет. Надан адамдардан алыс жүр. Тоғызыншы насихат. Досыңды пайда, зиян алдында сына. Оныншы насихат. Дос болуда дана, ақылды адамды талда. 11-ші насихат. Жақсы істі бар зейініңмен істе. 12-ші насихат. Әйел адамға өте сеніп кетпе. 13-ші насихат. Үнемі данышпан адамдармен сұхбаттасып тұр. 14-ші насихат. Сөзді негізімен, дәлелімен сөйле. 15-ші насихат. Жастығыңды қадірлей біл. 16-ші насихат. Жас кезіңнен бастап екі дүниенің жұмысын тең істе. 17-ші насихат. Дос жарандарыңды қадірле. 18-ші насихат. Дос, дұшпаныңның алдында екі беткейлік қылма. 19-ші насихат. Ата-анаңды қадірле. 20-ші насихат. Ұстазыңды ата-анаңнан да артық сыйла. 21-ші насихат. Ақша жұмсауда кірісіңе қара. 22-ші насихат. Әрқандай істеуде өзіңді қыбыламаң болсын. 23-ші насихат. Асыл қасиеттілік алға бастар ұраның болсын. 24-ші насихат. Қонақ күтуің қағидалы болсын. 25-ші насихат. Біреудің үйіне барғанда көз, тіліңе көңіл бөл. 26-ші насихат. Киіміңді, денеңді таза ұста. 27-ші насихат. Жамағаттан, қауымнан алыстап кетпе. 28-ші насихат. Перзентіңе ғылым, білім үйрет. 29-ші насихат. Мүмкін болса перзентіңе атқа мінуді, мергендікті үйрет. 30-ші насихат. Аяқ киімді оң аяқтан бастап киіп, сол аяқтан шеш. 31-ші насихат. Бір адаммен бірігіп жұмыс істесең, сол адамды алдымен түсініп ал. 32-ші насихат. Түнде сөйлесең мұлайым. Ақырын сөйле, күндіз сөйлесең маңайыңа қарап сөйле. 33-ші насихат. Аз жеу, аз сөйлеуді өзіңе әдет қыл. 34-ші насихат. Өзіңе жақпаған істі басқаға зорлап таңба. 35-ші насихат. Алдымен ақы амал ойлап, одан барып жұмыс бастауды үйрен. 36-ші насихат. Оқып үйренбей тұрып, ұстаздық істеме. 37-ші насихат. Әйел мен балаға сыр айтпа. 38-ші насихат. Біреуден жақсылық дәметпе. 39-ші насихат. Ақмақ адамдардан жақсылық күтпе. 40-ші насихат. Әрқандай істе бейғамдық істеме. 41-ші насихат. Бүгінгі істі ертеңге қалдырма. 42-ші насихат. Істелмеген жұмысты бітті деп есептеме. 43-ші насихат. Өзіңнен үлкен адамға қалжың айтпа. 44-ші насихат. Өзіңнен үлкен адамды құрметтей біл. 45-ші насихат. Амал бар басқаларға жаман көрінбеуге тырыс. 46-ші насихат. Қажеті күшті адамдарды үмітсіздендірме. 47-ші насихат. Өтіп кеткен көңілсіз істерді қайта ойлап жүрме. 48-ші насихат. Басқалардың жақсылығын өз жақсылығыңмен араластырып алма. 49-ші насихат. Қаншалық байлығың барлығын дос дұшпаныңа білдірме. 50-ші насихат. Туыс туғандардан алыстап кетуден сақтан. 51-ші насихат. Жақсы адамды өсек арқылы еске алма. 52-ші насихат. Өзімшіл болудан сақтан. 53-ші насихат. Халық жүрген жол болса, сен де ілес. 54-ші насихат. Қолыңмен ауыз мұрныңды шұқылама. 55-ші насихат. Адамдар алдында тісіңді шұқыма. 56-ші насихат. Мұрныңды қатты сіңбірме, дауыстап қақырынып түкірме. 57-ші насихат.
Есінесен қолыңмен аузыңды жап. 58-ші насихат. Басқаларға қарап керілме. 59-ші насихат. Саусағыңды мұрныңа тықпа. 60-ші насихат. Маңызды сөзге қалжың араластырма. 61-ші насихат. Біреуді басқалар алдында ұялтпа. 62-ші насихат. Ишарат арқылы басқалардың айыбын ашпа. 63-ші насихат. Бір айтқан сөзіңді қайтадан қайталама. 64-ші насихат. Басқаларды әдепсіздікпен күлдіруден сақтан. 65-ші насихат. Өзіңді және жақын досыңды басқалар алдында мақтаудан сақтан. 66-ші насихат. Өзіңді әйелдерге ұқсас жасама. 67-ші насихат. Балаларың не айтса, соны істеп берме. 68-ші насихат. Тіліңді ая. 69-ші насихат. Сөйлеген кезде қолыңды ербеңдетпе. 70-ші насихат. Барлық адамды құрметтей біл. 71-ші насихат. Білімсіз адаммен сырласпа. 72-ші насихат. Өлген адамды жамандаумен еске алма, оның пайдасы жоқ. 73-ші насихат. Амалдың барынша басқалармен ұрыспа, кек сақтама. 74-ші насихат. Басқалардың күш-құдіретін сынаушы болма. 75-ші насихат. Ұлы адамдардың сынын есіңе мықты ұста, күмәнді көзқараста болма. 76-ші насихат. Өзіңе тиісті нанды басқалардың дастарханында жеме. 77-ші насихат. Жұмысты жүрді барды істеуден аулақ бол. 78-ші насихат. Мал дүние үшін өзіңді өте қинап кетпе. 79-ші насихат. Кімде кім өзіңді танымай қалса да, сен оны таны. 80-ші насихат. Ашуың келгенде сөзді абайлап сөйле. 81-ші насихат. Шапаныңның етегімен мұрныңды сүртпе. 82-ші насихат. Күн шыққанға дейін ұйықтама. 83-ші насихат. Басқалар алдында жалғыз нәрсе жеме. 84-ші насихат. Үлкендердің алдына отырып алма. 85-ші насихат. Басқалар сөйлеп жатқанда сөзін бөлме. 86-ші насихат. Басыңды салбыратып отырма. 87-ші насихат. Көшеде жан-жағыңа жалтақтап жүрме, алдыңа түзу қарап жүр. 88-ші насихат. Амал бар жайдақ атқа мінбе. 89-ші насихат. Қонақтың алдында басқаларға ренжіп ашуланба. 90-ші насихат. Қонақты жұмсама. 91-ші насихат. Қайыршы және мас адаммен сөйлеспе. 92-ші насихат. Маңайыңдағы жалқау, қолынан іс келмейтін адамдармен бірге отырма. 93-ші насихат. Пайдалы деп абыройыңды түсірме. 94-ші насихат. Менменші, тәкаппар болма. 95-ші насихат. Басқалардың саған қошамет көрсетуінен қаш. 96-ші насихат. Ұрыс төбелестен, басқаларға қайшылық тудырудан аулақ бол. 97-ші насихат. Пышақсыз, жүзіксіз, ерлерге алтын істету харам, және ақшасыз жүрме. 98-ші насихат. Өзіңді өте төмен санама. 99-ші насихат. Өзіңді қарапайым, әдепті ұста. 100-ші насихат. Алладан қорық. Басқалар үшін жақсылығыңды аяма, біреудің мал дүниесіне көз қызартпа. Ұлықпан хакім және былай дейді. Насихат туралы 3000 нақылымның ішінен 3 кәлима талдап алдым. Бұл үшеудің екеуін есіңде мықты сақта, ал біреуін ұмытып кет. Есіңде мықты ұстайтын екеуі: бірінші Алланы ұмытпа, екінші өлімді ұмытпа, ал ұмытарың басқаларға істеген жақсылығыңды ұмыт.